Сәлем балақай, ертегілер кітабы арнасына қош келдің. Бүгін біздің ардамызда қызыл телпек ертегісі. Өте ерте кезде бір кішкентай қыз өмір сүріпті. Оны қызыл телпек деп атайды екен. Бірде анасы: "Қызыл телпек, әжеңе бәліш пен бір құмыра сүт апарып берші. Әрі амандығын біле кел, тек орман ішінде өте сақ бол, еш жерге бөгелме, ешкіммен сөйлеспе" деді. Қызыл телпек сол сәтте әжесіне қарай жол тартты. Бірақ анасының айтқандары тарс есінен шығып кетіп, жолдарға, орманға қарай бұрылады. Алдынан қасқыр шыға келді. Қайда бара жатырсың, қызыл телпек?" деп сұрады. "Мен әжеме бара жатырмын" дейді қыз. "Оған бәліш пен бір құмыра сүт апарып беремін." "Ал әжең қайда тұрады?" "Анау алдында көрінген диірменнің арт жағында." Қасқыр төте жолға түсіп жорта жөнелді. Ал қызыл телпек болса ұзақ соқпаққа түсіп, жол бойы гүл теріп, көбелектерді қызықтады. Ол кезде қасқыр қыздың әжесінің үйіне жетіп келген еді. Қасқыр есікті тоқ-тоқ еткізіп қақты. "Бұл кім?" деп сұрады әжей. "Бұл мен, қызыл телпекпін" деп жауап берді қасқыр, даусын жіңішкертіп. "Жіпті тарт балам, сонда есік ашылады" деді әжей. Қасқыр үйге кірді де әжейді қылғытып жұтып қойды. Сосын әжейдің төсегіне жатып алып, қызыл телпектің келуін күтті. Артынша қызыл телпек келді де төсектің шетіне келіп жайғасты. "Әже, неге сенің құлағың мен көзің соншалықты үлкен?" деп сұрады қызыл телпек. "Сені жақсырақ естіп, әрі көру үшін" деп жауап берді қасқыр. "Әже, неге сенің тістерің осыншама ақсиған? Сені тезірек жеп қою" деп қасқыр жауап берді де қызыл телпекті жұтып қойды. Осы кезде үйдің қасынан отыншылар өтіп бара жатқан еді. Олар у-шуды естіп асыға басып үйге кірді де қызыл телпек пен оның әжесін құтқарып алды. Соңы. Қане балақай, саған ұнады ма? Біздің арнаға қосыл да, алдымызда әлі көп және ғажайып ертегілер әлемі, ертегілер кітаптары күтеді.